Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше, хит болып жатқан облегченный пахлаваның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Осындай ерекше дәмді хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды дайындап аламыз және мұздатқыштан шыққан салқын сары майымызды үккіштің көмегімен ұнға ауната отырып өткіземіз. Үккіштен өткізіп алғаннан кейін қолымызбен ұн мен майды біріктіріп крошка жасаймыз. Ұнымыздың үстіне қопсықышты салып араластырып қоямыз. Ал енді қамырымызға қосатын сұйықтықты дайындаймыз. Ол үшін сары уызымыздың үстіне қаймағымызды салып, қантымызды салып бірге араластырамыз. Дайын болған сұйық массамызды ұнымыздың үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне, бізде осындай жұмсақ нәзік қамыр шығады. Илеп алған қамырымызды пленкаға салып, тоңазытқышқа 3 сағатқа, не болмаса мұздатқышқа 1 сағатқа тындыруға қойып қоямыз. Енді пахлаван меренгасын дайындаймыз. Ол үшін 5 ақ уызымызға қантты салып, аппақ болғанша араластыратын боламыз. Біздің меренгамыз дайын болды. Міне осындай болып шығу керек. Оның дұрыс жасау жолын міне лопатканың көмегімен білеміз. Дайын болған қамырымыздың 200 грамм бөлігін алып, алдын ала қызып тұрған 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Қамырымызды шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Енді қалған қамырымызды теңдей етіп екіге бөліп, алдын ала пергамент қағазына жайып дайындап қоямыз. 300 грамм грек жаңғағын миксердің көмегімен майдалап аламыз. Егер миксер болмаса, пакетке салып, оқтауын көмегімен үгітуге болады. Меренгамыздың үстіне үгітілген грек жаңғағын салып араластырамыз. Қамырымыздың бір бөлігін формаға жайып, меренганы теңдей екіге бөліп, бір бөлігін қамырдың үстіне салып жаямыз. Меренгамыздың үстіне екінші қамырдың бөлігін салып, оның үстіне қалған меренгамыздың барлығын толықтай жағып шығамыз. Қамырдың үшінші бөлігін меренгамыздың үстіне жайып шығамыз. Қамырдың шетін пышақтың көмегімен туралап шығамыз. Қамырдың екі бөлігін біріктіріп, жақсылап өріп шығамыз. Жұмыртқаны сары уызымен пахлаван бетін біркелкі етіп жағып шығамыз. Қамырдың бетін пышақпен тілмей, жай ғана сызып шығамыз. Егер қатты тілетін болсақ, ішіндегі меренгамыз сыртына қарай шығып кетеді. Енді грек жаңғағын бетіне қойып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің пахлавамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пахлавамыз осылай әп-әдемі болып пісіп шықты. Дәмі де өте керемет, қамыры жұмсақ, аузыңызда еритін пахлава болады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер мені видео рецептерім ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдыңғы уақытта түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған бауырсақ фуд ас болсын.